Okay, tonight I'm striking another one off of my list. This is a very early Dimash and is one of my favorites. This one was back in 2014, long before the I Am Singer sensation. He was around 17, 18 years old when this was done. Dimash wrote the music, and his father, Kanat, did the lyrics for it. And then, along with some of his uh, buddies from school, they put together the video. And as I said, it is one of my favorites. Looking back at a young Dimash and the talent that he showed at that time. So I'm going to keep my part of this short and just go ahead and play it so that we can all enjoy it. And I do believe I have the subs on for it. Күткен аруларымыз шықты. Үйде көркем аруларға сәлем. Осындай әдемі гүлдер қайда өседі? Қарындас, сізбен танысуға бола ма? Бастайық. Бастаймыз ба, жігіттер? Кеттік ендеше. Doesn't every teenage boy carry a band around in his car? Гүл-көктем шақта мына сезім сыр ақтарыла, ғашықтық жырын өремін. Өзіңді сағынғасын, күлің күз қарындасым, алыстан іздеп келемін. Жанарыма нұр тұнып, бар дүние құлпырып, әлемге ғашық енемін. Риясыз із карманым, даланың қызғалдағын бір саған. Kanat said that when he did the lyrics, he was thinking of his wife. Жүрегімде сенің еркінің, қуанышым асқағаным сен, желбіреткен сезім желкемін. Жүрегімде сенің еркінің, қуанышым асқағаным сен, желбіреткен сезім желкемін. Persistent. Көзіме таң атырғам, арманның қанатында, көңілге әсем күй тұнды. Жырайлы нұр сәттемен, асығып аңсап келем, әдемі саңғыр күлкіңді. Гүл болып жан ашылған, мөлдірген асыл жан, сен мендік мәңгі сенемін. Сағыныш сазы менен, жүрекке жазы білен, құз болып ұшып келемін өзіңнен. Гүлдей өркемім, жүрегімде сенің еркінің, қуанышым асқағаным сен, желбіреткен сезім желкемін. Гүлдей өркемім, жүрегімде сенің еркінің, қуанышым асқағаным сен, желбіреткен сезім желкемін. Жүрегімде сенің еркінің, қуанышым асқағаным сен, желбіреткен сезім желкемін. Жүрегімде сенің еркінің,
Okay, and then I just got a couple of little shorts on there. This one I had, it's just some of the backstage or the before he did his concert in New York. Дорогие друзья, вот тот самый легендарный Барклай Арена Центр. 1, 2, 3. Посмотрите, каких масштабов подготовка концерта. And that place was здесь packed. Концерт Димаша проходил. 1, 2. Я еще сейчас сюда вернусь. 1, 2, 3. Всем привет, ребятки. Ну что, посмотрите, какой зал. Вы просто посмотрите. Грации и силы. Техника. Дальше. Ой, это же свайт-пати с Турции. Ой, как клево. Прям ностальгические эти моменты. А вот здесь кто у нас стоит? Канат Ага. Канат Ага. Здравствуйте. Хожу, снимаю репортажики. Ты, как всегда, папарацци, да? Ну, чуть-чуть, много не буду. Просто показываю масштабы этого зала, где вы будете выступать совсем скоро. Крутой зал, крутой. Сейчас попозже покажу вам, где, кто здесь выступал. Там в гримерках можно посмотреть. Гримерки есть в коридоре, я сейчас пройдусь. Что-то я хотел рассказать вам. Мы вот решили, что эта столовка работает тогда, когда спортивные мероприятия, да, Дим? Мы так решили? Жалко, что она не работает. Почему-то, когда выступают русские. Они считают, что русские пожрать не любят. Ну, вот тут для персонала чуть-чуть приготовили. Салатик, курица была, люля была. Кстати, люля. Нет, это курица. Ну и все уже разобрали. На самом деле это остатки. Интерес бусулис. По нем моя любимая песня вообще-то. Я люблю тебя до слез. Спасибо всем вам тоже. Видал? Ты такой костюм хочешь себе? Когда я стану народным артистом. Слушай, ты международный уже, а не народный. Я тучи разгоню. Спасибо большое. Спасибо большое. Радио. Помнишь, из Сочи ты давал онлайн по телефону? Как дела? С вашим папой. Ключи разгоню. Наш.
Честно, хочу сейчас поделиться секретом. Я не видел ни разу Игоря Яковлевича перед выступлением спокойно абсолютно, чтобы он просто ходил и переживал. And just one more. This one I thought was cute too. Okay, that's going to be it for tonight. And up here is the next one. I don't want to go through it yet because I want to do a little bit of research on it first. But this is the next one on my list. And with that, I am going to say to everybody a good night. And as always, I wish everyone peace.